Саламатсызбы көрермен, қалай шаш ағаруын тежеуге болады? Бүгінгі видеомда ағарған шашты тежеуге арналған маскалар туралы айтылады. Денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Видеолар ақпараттық негізде жасалады. Кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Шаш ағаруының негізгі 7 себебі. Шаш түсіне меланонин деп аталатын зат жауап береді. Ол жеткілікті мөлшерде өңделмесе, ақ шаш пайда бола бастайды. Ақ шаштың пайда болуына көптеген факторлар әсер етеді. Соның ішінде кең тараған 7 себебі. Бірінші, жас ерекшелігі. Ол ақ шаш пайда болуының ең кең тараған себебі. Ағза қартаяды, меланоциттер пигментті аз бөледі. Генетика. Тұқым қуалаушы факторға көп нәрсе байланысты. Соның ішінде ақ шаштың қаншалықты ерте пайда болуының да қатысы бар. Үшінші, күйзеліс, уайымдау, депрессия, оның барлығы ағзаға және шашқа әсер етпей қоймайды. Күйзеліс кезінде қанның микроайналымы нашарлайды. Қан тамырларындағы оттек мөлшері азаяды. Оның себебінен бас терісі қиналып, ақ шаштар пайда болады. Дәрумен жетіспеушілігі. Дәрумен жетіспеушілігі шаш жағдайына әсер етеді. Олар өмірлік күшін жоғалтады, сынғыш бола түседі. Ағзаға B12 дәрумені жетіспесе, ақ шаш белсенді түрде пайда бола бастайды. Бесінші, ауру. Ақ шаштың ерте пайда болу себебі денсаулығыңызды тексертуге жетелеу керек. Анемия, бүйрек, жүрек, қалқанша без, асқазан, ішек жолы аурулары бар адамдардың шаштары ерте ауырады. Алтыншы, жиі бояу. Шашты дұрыс бояу қажет. Органикалық бояу алу керек. Әйтпесе, бояуды жуған кезде жағымсыз тосын сый кіріп тұруы, яғни ақ шаш пайда болуы мүмкін. Бас терісіне негативті әсер ететін химиялық компоненттер бар. Соның әсерінен шаш түйіні пигментін жоғалтады. Агрессивті бояуларды жиі қолдансаңыз, ақ шаштың саны өсе береді. Жетінші, суық. Суық мерзімде бас киім кимеу ақ шаш пайда болуына ықпал етеді. Суықтан бас терісі микроайналымы бұзылады. Ақ шаш көбеймеуіне көмектесетін маскалар. Ақ шашты үйден табиғи ингредиенттер жасалған маскалардың көмегімен емдеуге болады. Бұл мәселемен күресуде майсана майы, коньяк, пияз, сарымсақ, бал және қара шай тиімді көмектеседі. Маскалардың табиғи құрамы шашты жас күйінде сақтайды, ақ шаш көбеюін тоқтатады, шашты сау әрі әдемі етеді. Ақ шашты емдеуге арналған рецепт түрлері. Майсана майынан жасалған маска. Маска қан айналымының жылдамдауына және нағыз теріден токсиндерді шығаруға ықпал етеді. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін масканы аптасына 1 рет 1 ай бойы жағу керек. Қажетті заттар: 15 мл майсана майы, 5 тамшы бергамот эфир майы, 20 литр жасыл шай. Дайындау жолы: барлығын араластырып, оны бас терісіне жағып, алдымен пакетпен, содан соң жылы сүлгімен орап қойыңыз. 1 сағаттан соң жуып тастаңыз. Балдан жасалған маска ол бастың нағыз терісін әлдендіреді, меланонин өңделуіне ықпал етеді. Қажетті заттар: 25 грамм бал, 20 грамм алоэ шырыны, B2 дәруменнің 2 ампуласы. Дайындау жолы: барлық ингредиенттерді араластырып, бас терісіне уқалай отырып, жағамыз. 30 минуттан соң масканы жуып тастаймыз. Құрамында балы бар маскалар аллергиялық реакция беруі мүмкін. Сондықтан оны қолданбас бұрын теріңіз оған қалай әсер ететінін тексеріп алыңыз. Оны құлақтың артына жағып, 5 минут ұстап тексеруге болады. Сарымсақтан жасалған маска. Ол шашты ұзындығы бойынша бекітеді, шаш түсу проблемасын шешуге көмектеседі, шаш түйінінде пигмент бөлінуіне ықпал етеді. Қажетті заттар: 3 сарымсақ, 5 грамм даршын, 20 мл ошаған майы. Дайындау жолы: сарымсақты езіп, қалған ингредиенттермен араластырыңыз, масканы бас терісіне жағып, пакетпен орап тастаңыз. 1 сағаттан соң оны жуып тастаңыз. Сарымсақтың иісі шықпасы үшін шаятын суыңызға лимон суын тамызыңыз. Коньяктан жасалған маска. Ол құрғақ шашқа жақсы келеді. Бұл маска шашты қоректендіріп жақсы қатайтады. Оны уақытылы қолдану пигмент бұзылуына қарсы тұрады. Қажетті заттар: 25 мл коньяк, 1 жұмыртқаның сарысы, 1 ас қасық зәйтүн майы. Дайындау жолы: барлығын араластырып, масканың жартысын бас терісіне, қалған жартысын шаш ұзындығына жағыңыз. Шашыңызды полиэтилен пакетпен орап, 40 минут ұстаңыз. Коньяк қосылған масканы сары шашты қыздарға қолдану ұсынылмайды, себебі ол шашты қоюлау түске бояйды. Сары май да көмек береді.
кәдімгі күнделікті таңғы асқа пайдаланатын сары майдың құрамында шаштың ағаруын баяулататын минералдар бар екенін білесіз бе? Сары май шаштың ағаруын баяулатып қана қоймай, оған реңк береді екен. Ол үшін сары майды ертіп, шаштың түптеріне уқалап отырып жағыңыз. Бұл масканы аптасына 2 рет қайталаңыз. Қара шай қою реңк береді екен. Қара шай шаштың ағаруын тоқтату үшін қолданылатын ең ұтымды тәсілдердің бірі. Өйткені қара шайды кез келген үйден табуға болады. Қара шайдың шаш үшін пайдалы тұстарының артықшылығы сол, ол шаштың ағару белсенділігін тоқтатып қана қоймай, ағарған шашыңызға қайтадан реңк беріп, бастапқы қалпына қайта келуіне жәрдем береді. 1 стакан қою демделген қара шайды 1 ас қасық өсімдік майымен жақсылап араластырып, шаштың түптерінен бастап ұшына дейін мұқият жағып шығыңыз. Жақсы нәтижеге жету үшін бұл масканы күніне 2 рет қолдану ұсынылады. Тағы бір тәсілі бар. Қою етіп демделген 1 стакан қара шайды 1 ас қасық ас тұзымен араластырыңыз. Осы қоспаны шаш түбіне массаж жасай отырып жағып шығыңыз. 1 сағатқа қалдырыңыз. Одан соң шашыңызды жылы сумен жуып тастайсыз. Бұл тәсілді күніне 1 мезгіл қолдансаңыз жеткілікті. Бүгінгі видеом осындай. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз, байлығыңызды күтіңіз. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.